Астанада азық-түлік жәрмеңкесі өтті. Онда Ақмола облысынан келген өндірушілер 50 түрлі өнім ұсынып, базар бағасынан 20%-ға төмен саудалады. Бас аяғы жиынға 100-ден астам кәсіпкер қатысты. Әріптесім Шерния Жалғасбекұлы толығырақ тарқатады. Астықтың астанасы атанған Ақмола аймағында 130-ға жуық ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіретін кәсіпорын бар. Онда азық-түліктің түр-түрі дайындалады. Бүгін осы өндірушілер Басқабадағы жәрмеңкеге арнайы келіп, 500 тоннаға жуық өнім ұсынды. Жалпы 150 тоннадай ет өнімдері, 30 тонна сүт өнімдері, 150 тоннадай картоп және де 30 тонна көкөніс алып келдік. Және де бұдан қалды 3 тоннадай балық өнімдері бар. Нарықтық бағамен салыстырғанда 20-30%-ға төмен. Бұл жәрмеңке бүгінгі республика күніне байланысты өткізіліп отыр. Айтайық, Ақмола тауарын Астана тұрғындары сүйіп тұтынады. Мәселен, елордаға ет пен сүттің 30, ұнның 40, жұмыртқаның 80%-ы Ақмола облысынан әкелінеді. Бүгінде келген қарашаның қарасы қалың. Біз бүгінге 1 тоннадай өнім алып келдік. Жәрмеңке өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Бізде жалпы барлығы табиғи, натуральный өнімдер, айран, йогурт, творог бізде өте жақсы өтеді. Бүгін біз производственный бағадан да төмен баға алып келіп отырмыз жәрмеңкеге. Алда Басқабадағы базарларда Ақмола өңірінің өнімдері көптеп сатылады. Облыс басшылығы 2 жылда тағы 86 инвестициялық жобаны жүзеге асыруға бейіл. Меже орындалса, өнімділік көлемі артады. Шерния Жалғасбекұлы, Марат Диханбаев, Нұржан Ықыласов, 24 KZ.